Ассаламу алейкум достар. Мен сіздерге бүгін 42.500 теңгені қалай тез әрі оңай алудың жолын көрсететін болам. Ол үшін Telegram желісіне кіріп, іздеу батырмасына help 42.500 дегенді іздеймін. Бұл жерде ескертетін жағдай, көптеген каналдар бар, бірақ бізге керегі бот дегенді таңдауымыз керек. Ботты таңдап кіреміз, стартпен жалғастырамыз. Кейін өзіміз орналасқан облысты таңдаймыз. Облысты таңдадық. Бұл жерде негізі көбінесе маңызсыз қай облыста тұрдыңыз, тұрмадыңыз, жұмысыңызға байланысты. Облысты таңдап ары қарай старт батырмасымен жалғастырамыз. Ал енді бұл жерде егер сіз мемлекеттік жұмыста болсаңыз, онда жұмысшымын деп таңдайсыз. Ал егер сіз жеке кәсіппен айналысатын болсаңыз, ИП, ТО немесе студент болсаңыз, немесе тіркелмеген жұмысшы болып істейтін болсаңыз, онда жеке жұмысшымын деген таңдайсыз. Таңдағаннан кейін иініңіз жазасыз. Иінді мұқият қадағалап жазыңыздар. Өйткені иініңіз дұрыс болмаса, сізге 42.500 теңге берілмейді. Ары қарай жеке электронды адресіңіз жазасыз. Кез келген электронды адрес жарайды. Ары қарай телефон номеріңізді +7-ден бастау керек. Телефон номерді енгізгеннен кейін ары қарай жеке банкті есепшот. Бұл жерде ескертетін жағдай, егер сіз бұл жерге өзіңіздің атыңызда тіркелген есепшотты жібермесеңіз, сізге 42.500 теңге берілмейді. Егер де сіз досыңыздың, немесе балаңыздың, немесе күйеуіңіздің, немесе күйеу болса әйелінің есепшотын көрсетсе, онда 42.500 теңге берілмейді. Тек өз атыңызға тіркелген есепшот болу керек. Ары қарай жібереміз. Бұл жерде біз енгізген мәліметтер шығады. Мұқият тексеріп, қадағалағаннан кейін сұранысқа жібереміз. Өтініш қалдырамыз. Бұл жерде біздің өтінішіміздің қабылданғаны туралы хабарлама келеді. Егер сізге біздің видеомыз ұнаған болса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.